қарсы алайық дейді. Қандай болып күшті болып қарап тұрым, кімге ұқсайды, қайдан медалдарына өшір. Соған ұқсай ма деп қалдым бір жағында. Бірақ мен ойлап тұрмын да, жалпы мына Қытай Республикасынан келген қазақтар, мен сіздерге күшті нәрсе айтайын ба? Білмеймін, өтірік па, шын ба, ол маған бәрібір, ол менің жеке ойбасым. Миллиардтаған сондай ұлттың ортасында жүріп, дінін, тілін, дәстүрін сақтаған қазақтар аман болғашы деп. Өзіңде қанша бала? Сіздік ба? Саласы. Пакетке салмасың. Көңіл күй. Неше бала? 4 бала, 2 ұл 2 қыз. 2 ұл 2 қыз. Амансыз ба, қалыңыздар? Танисыз ба? Бәйбішем ба? Ха? Бәйбішем. Тоқалың бар ма? Алайын ба деген? Тоқал алам дейді о бала. Ол үшін сәл шапанды ауыстыру керек, брат, саған. Мына түріңе тоқалы тимейді ау. Жалпы менің айтайын дегенім бұл емес. Осы тойдағы барша әлиғо ұлымызды, сүндет той, анау той, мына той деп атым, мен ойлап тұрым, сүндет той ол әшейін аты ғана. Мына тойдың барысы, бұл братының маған айтқаны, осы Қазақстанға келіп, қанша дос, туыс, көрші қолаң жинадым, бір туыстарымды жинап, кіммен араластым, кіммен жақын болдым деп сіздерге осындай той беріп жатыр. Сондықтан келе алмай қалғанына сыймай жатыр деп атсың. Біз 500 адамдық тойға барамыз, 200 адам ғана келіп, 300-і келмей қалған тойларға. Сыймай қалды деп қорықпа, братан. Шын айтам. Сабыржанның ақшасын қалай төлеймін деп ойымдасың, брат. Ойлаймыз. Битек, мына балдарыңды жинаңдар, пожалуйста, өтініш. Ал қазір дехлопос епсем, отвечай, жинаңдар балдар. Қазір битек келген қонақтарға 1,5 миллион қаншаға барады. Так. Келінше үшін кім қол салатын көреді ал. Тоқал не болды, тоқал? Тағы бір барып бір нәкісілер түсінбей қалған шығар. Бұлай тұрыңыздар. Тойдың иесі, дастархан иесі, Еркінбек! Әні өзінше ол кәдімгі. Қатыныңа көрсет, мінесін, маған неміне көрсет өтсін. Тойларын құтты болсын. Жалпы, мен бірақ тілекпен бастайын. Көңілің қалай босасын, жырдан маржан шашасын, бір Алладан тілейік, Албанның ұрпағы қияметке дейін жасасын. Қаулаңыздар. Рамион!